бізге тиісіп жатыр ғой, блогерлар не әнші болып кетті ма деген сияқты. Қара өзіне, шақпа қап-қара кие. Мен енді 10 жылдан бері әншімін ғой негізі. Просто блогерстводан ақша көп тапқандықтан бәрін ысырып тастап бір жаққа бағыт ұстағам, фокусты блогерствоны. Енді қазіргі таңда блогерство кішкене өліп баратыр, и желанием да өліп қалды деген сияқты. Сосын әншілікті мен дауысым бар, мен вокалдан всегда қалмаймын. Сөйтіп ойладым, қой осы әншілікті айналысайын. Әрекетке берекет, Аллах тағала по-любому әрекет етсең, еңбек етсең, ол береді. Мида қорқынышты алып тастау керек болды. Шектеуді алып тастау керек. Конечно, халықты, адамдарды айта береді. Главное, өзіне сен, Аллаға сен болды. Мен де сізді қолдаймын. Иә. Маған да ешкім сенбеген. Аллахтың қалауымен әлі чемоль бастама бұл. Мен әлі айтпаймын. Істеушісін деп айтты ғой саған, живая? Иә. Істеушісін. Типа, бір жыл мен киноға кіріп кетемін. Бүкіл киноларда жүремін. Например, қойды второстепенный болсын, эпизод болсын, да, например, басты роль болмады, оны мен мойындаймын. Ну, әлі лайықты емес шығарым, может быть. Бір кездерде бизнесқа ауып кеттім, СС косметика. Енді әншілікті қолға алғым келеді, қатты прям. Өмір сіздікі ғой, өзіңіз білесіз. Конечно. Біз әркім өз өмірінің басты рөлдегі адамы, кейіпкері.